Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет. Ерлі-зайыптылар кіріп келді. Бірінші рет менің кабинетімде. Менің бүгін бірнеше консультациям болды. Шаршадым, қарным аш. Бірақ ішкі тыныштығым мен сабырлылығымды сақтап отырдым. Психологқа бірінші рет келіп тұрмын, деді ер адам. Дауысы ызалы, бет жүзінен бұл не сұмдық деген сауал көрініп тұр. Желке бұлшықеттері ойнап тұр. Әйелімнің айтуымен келдім. Енді? Не енді? Балам біздің жоқ, менің балам ақымақ, деп ашулана сөйледі. Ақымақ деген психиатриялық диагноз ғой, дедім мен шаршаңқы дауыспен. Ұлыңыз осы мағынада ақымақ па? Ер адам маған есі дұрыс па өзінің дегендей қарап қалды. Артынша әйеліне бұрылып, үнсіз, сен мені қайда алып келдің деген сұрақты көзімен сұрады. Әйелі еңкейіп орындықтың шетіне ғана отырып көзін төмен салды. Қолдарын тізесінің ортасына қысқан күйі үнсіз отыр. Ер адам шыдамады, тағы да ашуланып сөйледі. Сіз ғой, психологсыз. Айтыңызшы, балама не істеу керек? Қай балаға? Ұлыма. Ұлыңызға не болды? Ер адам тағы таңғалып маған қарап тұр. Бұл неге түсінбейді дегендей көзқараспен әйеліне бұрылды. Бірақ әйелі сыр бермеді. Тек беті бозарып кеткеннен ақ оның бар күшін күйеуін осы жерге әкелуге жұмсағанын түсіндім. Ұлым өзін қалай болса солай ұстайды. 14 жаста, бірақ мінезі қандай? Үйге жұмыстан келемін. Есіктің алдында аяқ киімі шашылып жатады. Мен оған айтамын, өмірде бірдеңе істеп үйренсеңші. Ең болмаса аяқ киімді орнына қой. 10 рет айттым, аяқ киімді шетке қой деп. Жоқ, ақымақша түсінбейді. Түк қадірлемейді ештеңені. Телефонды сындырды. Бөлісуді білмейді. Анасына тіл тигізеді. Үйде түк істемейді. Айтқаның далаға кетеді. Ұят та, ар да жоқ. Айтыңызшы, осындаймен қалай тіл табысуға болады? Бар ма оның бір шешімі? Бар, дедім мен. Қалыпты консультация қағидасын бұзғанымды түсініп тұрсам да, өзіме сенімді бола бастадым. Рас па? Шешім бар ма? Бар, дедім тағы да. Әдетте бірінші консультацияда жай ғана ақпарат жинап, сұрақты нақтылап, байланыс орнатамыз. Ешқандай терапия болмайды. Шешім айтылмайды. Бірақ бүгін мен басқа жолды таңдадым. Мен дұрыс түсіндім бе, сіз ұлыңызбен сөйлесуді білмейсіз, және онымен ортақ тіл таба алмайсыз. Дұрыс, солай ғой. Шешім бар, өте оңай. Бірақ сіз жасай аласыз ба, білмеймін, дедім шын күмәнмен. Айтыңызшы, не істеу керек? Ұлыңыздың есімі кім? Руслан. Мен парақ алып үстіне Руслан есімді ұлым деп жаздым да, оны кабинетімнің шалғай бұрышына қойдым. Мына қағазда ұлыңыз тұр деп елестетіңіз. Көріп тұрсыз ба? Иә. Енді сол қағазға жақындап, оның үстіне тұрып, өзіңізді ұлыңыздың орнына қойып көріңіз. Ол маған күмәнмен қараса да, айтқанымды істеп көзін жұмды. Енді не сезініп тұрсыз? Қатты жалғыздық. Тамағыма өксік тығылып тұр. Жылайын деп тұрмын. Неден? Көңіл қалудан. Бәрі ұрсады, кінәлайды. Бәрі дұрыс емес дейді. Бәрі деген кім? Бәрі ғой. Кім бәрі? Әкем. Әкеңізден не күтесіз? Ең болмаса бір рет мақтаса екен. Халімді сұраса, айқайламаса. Мен де еркекпін ғой, мақтаса деймін. Терең демалыңыз, енді қағаздан шығып, өз орныңызға барыңыз, дедім. Ер адам үнсіз орнына отырды. Тыныштық. Әйелі жылап көз жасын сүртіп отыр. Мен түсіндім, деді ол. Даусы сыбырлағандай. Бәрін түсіндім. Өзімді кішкентай кезімде дәл осылай сезінетінмін. Әкемнен тек кінәлау еститінмін. Мен де солай болыппын. Бәрін түсіндім. Рахмет. Ер адамның көздері де, әйелінің көздері де мөлтілдеп жаны тазарып қалғандай. Бір түрлі мейірімді көрініп кетті. Бәрі небәрі азғантай минутта болды. Менің өмірімдегі ең қысқа консультациям болды. Тыңдағаныңыз үшін рахмет.
Мотивацияға толы видеоларды жоғалтып алмас үшін каналыма қосылуды ұмытпаңыз.